Бесік нәрестені бөлуге арналған ағаш төсек. Бесікті орталық Азия мен Кавказ, Үндістан, Қытай жерін мекендейтін халықтардың басым көпшілігі пайдаланады. Тек әр түрлі үлгіде жасалады. Бесік көшпелі өмір кешкен қазақ халқы арасына ертеден тараған. Қазақ бесікті қарағай, қайыңнан, көбіне талдан иіп жасайды. Мұндай бесік жеңіл әрі ықшам болады. Бесікті қашан және кімнің ойлап тапқаны белгісіз, бірақ ғасырлар бойы бұл көшпелі қазақ халқының өмірінің ажырамас бөлігі болып келді. Және бұл үшін нақты себептер болған. Мысалы, бір жерден екінші жерге көшіп жүргенде бесікті түйемен немесе атпен алып жүру ыңғайлы болды. Және тиісінше баланы қолда ұстап отырудың қажеттілігі болмады. Ал кигіз үйде бесік биік аяғының арқасында баланы сыз бен желден қорғады. Бесік баланың тазалығына өте қолайлы, өйткені арнайы орнатылатын түбек пен шүмек бала дәретін жайылдырмайды. Түбектің түбіне күл салып жиі-жиі ауыстырып отырады. Шүмекті қойдың асық жілігінен жасайды. Кейде айрықша аппақ болу үшін сүтке қайнатып алады. Бесіктегі баланың аяғы, кеудесі қатты байланатындықтан оның қан айналу жүйесіне керісінше әсер етеді. Сондықтан баланы бесіктен жиі босатып, қол аяғын қозғап, арнайы жаттығулар жасайды. Бесікпен қоса құс төсек, жастық, жөргек, қолбау, тізебау, тізе жастық, бесік көрпе даярланады. Бесіктің жер бесік, аспалы бесік деген екі түрі кездеседі. Қазақта бесік қасиетті, киелі, құтты мүлік болып есептеледі. Бесік тәтті ұйқының кепілі ғана емес, сондай-ақ тәрбиемен және сәбидің анамен рухани байланыс орнатуының элементі деп саналады. Бала онда жатып, анасы шырқаған бесік жырын естиді. Әуеннің мотиві мен ананың дауысы балаға өзін қауіпсіз сезінуге мүмкіндік береді. Ал бесікті тербеу нәрестені тыныштандырып, жүйке жүйесінің дұрыс дамуына көмектеседі. Баланың қолы мен аяғы мықтылап байланып тұратындықтан, бұл оған қолының сермеуінен оянып кетпей, ұзақ уақыт бойы тыныш ұйықтап жатуына мүмкіндік береді. Ал бесікке орнатылған түмек аналарды сәбидің жаялығын уақытында ауыстыру қажеттілігі туралы алаңдаушылықтан босатады. Сонымен қатар, баласы бесікте жатқан аналар әрдайым нәрестені біраз уақытқа жалғыз қалдырып кетсе де, сәби одан құлап кетеді деп алаңдамайтын. Және бесікте жатқан балалар қыңыр емес, тыныш, сабырлы болып өседі деп саналады. Қазақта бесік киелі, қасиетті зат. Оған қатысты ырымдар мен тыйымдар сан алуан. Әр қайсысының өзінің мән мағынасы, орны бар. Бос бесікті тербетпейді. Наным сенім бойынша бос бесікке ібіліс баласын жатқызады, немесе жылан салып қояды. Сондай-ақ бос бесікті еш уақытта жабусыз қалдырмау керек. Үстіне ақ мата жауып, ең болмағанда ұршығына орамал байлап қою қажет. Бала өскен соң бесікті жерге тастамайды. Ата-бабамыз бесікті міндетті түрде төрге, маңдайшаға іліп қоятын болған. Қазақ халқы шаңырақты, бесікті, табалдырықты қасиет тұтқан. Бұл үшеуін ешқашан аяқпен баспаған. Бұл үшеуі қашанда бірімен бірі байланысып, ұштасып жатады. Осынау қасиетті үш затты қатты тозып, тым ескірген кезде де аяқтың астына тастамай, өртеп жіберетін болған. Әрі күлін де аяқ асты қылмай көміп тастаған.